Тағы да баршаңызға сәлем. Сіздерге осы видеода ақуыз, майлар, көмірсулардың қызметін толық түсіндіріп өтетін боламын. Жалпы өздеріңізге белгілі, біздің организміміз түсіп жатқан қоректік заттар арқылы тіршілік жасап жатыр. Егер біздің организмімізге қоректік заттар түспейтін болса, өзіміз тіршілігімізді белгілі тіршілікті тоқтатамыз деген сөз. Қоректік заттар қайдан келеді? Яғни біздің күнделікті тұтынып жатқан тағамдарымыздан организмге қоректік заттар түсіп отырады. Әрбір біздің жеген тағамдарымыз, нанымыз, әрбір ыстық тағам, салқын тағам, кез келген жеген асымыздың құрамында осы ақуыздар, майлар, көмірсулар болады. Жалпы біздің стандартты түрде әркімнің несіне, организміне ақуыздың граммы, майдың граммы, көмірсудың өлшемі әртүрлі болады. Бірақ стандартты түрде көбінесе осы сіздерге көрсетіп тұрған 30% ақуыз болу керек деп айтады, 20% май болу керек дейді, 50% көмірсу болу керек деген стандартты ұғым бар. Дегенмен де бұл барлығына келе бермейді. Әркімнің салмағы әртүрлі, белсенділік коэффициенті әртүрлі. Сондықтан сіздерге осы видеода әркім өзінің жеке салмағына қарай есептеуді көрсететін боламын. Қанша көлемде ақуыз қажет, қанша көлемде көмірсу, қанша көлемде майды бір күнде тұтынуымыз қажеттігін түсіндіріп айтатын боламын. Енді жеке-жеке тоқталып өтейік. Ақуыз дегеніміз бұл біздің тіршіліктің негізгі көзі, нышаны. Яғни ақуыз жоқ жерде бізде тіршілік жоқ десе де болады. Ақуыздың құрамында өте көп біздің организмімізге қажетті элементтер, витаминдер бар. Сіздер көріп тұрғандай В витамині, Е витамині, темір, цинк, магний, бұлардың әрқайсының, бұл витаминдердің әрқайсының өзіндік қызметі бар. Өздеріңізге белгілі, темір жетіспесе бізде қаназдық болады, гемоглобин төмендейді деген сияқты. Магний болмайтын болса, онда біз инфекцияға, неше түрлі жұқпалы ауруларға төтеп беру күшіміз, иммунитетіміз жетпеуі мүмкін. Сондықтан бұл витаминдердің әрқайсының өзіндік маңызды, біздің организмімізге тигізетін маңыздылығы болғандықтан бұл ақуыздың пайдасын өздеріңіз түсініп тұрған боларсыздар. Және ақуыз бізге, егер біздің организмімізге жетпейтін болса, жалпы көбінесе ақуызды басқаша атауы бар, ол протеин. Өздеріңізге белгілі, протеин деген көбінесе бұлшық етті дамытатын кезде ішіп жатады, фитнес залдарда ұсынады осы протеинді іш деген сияқты. Яғни ақуыз бұл біздің бұлшық етіміздің қалыптасуына, бұлшық еттің дамуына жақсы септігін тигізеді. Және қандай ақуыз біздің кожамыздың серпімділігіне әсерін тигізеді, егер бізде зиянын тигізеді, егер жетіспеген кезде. Жаңа айтып кетті, магний бұл инфекцияларға күресу күші төмендейді. Сондықтан, ал егер біздің организмімізде ақуыз көп болып кететін болса, яғни біз оны көп мөлшерде тұтынып қоятын болсақ, онда бізде ас қорыту нашарлайды. Және ең қатты баса назар аударатын бұл бауыр қызметі нашарлайды. Сондықтан бізде көп болмауы да керек, және жетіспей аз болмауы да керек. Сондықтан ақуыздың өзіміздің организмімізге өзіндік мөлшерін есептеп алуымыз қажет. Ақуыз қандай өнімдерде кездеседі? Соған тоқталып өтейік. Екі топқа бөліп қарастырайық. Жануар текті және өсімдіктерден алынатын ақуыздар. Біздің күнделікті тұтынып жүрген ет өнімдері, олар сиырдың, жылқы еті, құс еті, бұның барлығының құрамында көп мөлшерде ақуыз болады. Және балықта, жұмыртқада, сүт өнімдерінде, оның ішінде творог бар, сүзбеміз, біздің сырымыз, соның барлығының құрамында өте көп жеткілікті мөлшерде ақуыздар бар. Ал өсімдік тектестерде, мысалы, дәнді дақылдары, фасоль, гречка, маш, жаңғақ, дәнді дақылдардың барлығында ақуыздар кездеседі. Енді сіздерге мұнда көрсетіліп тұрған 1 грамм ақуыз тұтынған кезімізде оның 4 калория болады. 1 граммда 4 калория. Бұны неге айтып отырмын, қазір сіздерге соңында нақтылап түсіндіретін боламын. Енді біздің организмімізге, салмағымызға қарай қанша ақуыз қажет?
салмағыңызды сіз егер сіздің белсенділік төмен болатын болса, белсенділік коэффициентіңіз сіздерге алдыңғы калория есептеу кезінде айттым, егер сіз жаттығуды аз жасайтын болсаңыз, үйде отыратын болсаңыз, немесе жұмысыңыз отырып жасайтын жұмыстар болатын болса, онда сіз оны бірге көбейтесіз, салмағыңызды бірге көбейтесіз. Ал егер 1 мен 1,5 аралығында өзіңіздің жаңа коэффициентіңізді анықтап алуыңыз керек. Егер сіздің жаңағы күнделікті белсенділігіңіз жоғары болатын болса, жаттығулармен айналысып, аптасына 3 рет, 2 рет, в общем, жаңа белсенділік коэффициентіңіз жоғары болатын болса, онда сіз 1,8 бен 2,5 аралығындағы коэффициентке көбейтесіз өзіңіздің салмағыңызды. Ақуыз сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Яғни сіз өзіңіздің осы көрсеткіштерді таңдап, өзіңіздің қанша көлемде ақуыз қажет екендігін есептеп алыңыз. Енді майларға тоқталайық. Майлар бұл витаминдердің жалпы біздің организмімізге сіңуіне көмектеседі. Бізге энергия береді. Жалпы майда біздің ақуыз секілді майдың да организмімізге қажет екендігі анық. Кейбір диеталар бар. Майды бізге май организмге зиян, яғни оны шектеп тастайды. Майлы тағам жемейсіңдер. Бірақ дегенмен де май болмаған кезде, май жетіспеген кезде біздің шашымыз, біздің теріміз, тырнақтарымыздың барлығы нашарлай бастайды. Сонымен қатар бізде жаңағы гормондар, жаңағы біздің етеккіріміз, қыздарда әсіресе етеккірдің нашарлауы, либидо деп атайды ғой, даже әйелдің сексуалдық несін төмендетіп тастайды, сексуалдық қасиеттерін, күшін. Сондықтан майды өзіміздің мөлшерімізде міндетті түрде тұтынуымыз қажет болады. Егер май артып кетсе, яғни өз мөлшерімізден артық болып кетсе, онда бізде артық салмақ пайда болады. Сонымен қатар ас қорыту, майлы тағам жеп, тағамды қорыта отыратындар да бар, ас қорытуымыз нашарлайды. Жаңа көп майлы тағам тұтынып алып, келесі күні бізде безеулер пайда болуы мүмкін. Және неше түрлі қызару, бөртпелер бетімізде, теріміздің әдемілігін, көп май тұтынсақ, әдемілігін бұзады десек те болады. Май қандай тағамдарда кездеседі және қайсысы пайдалы? Жемістерде авокадо деген неде өте пайдалы май бар. Семена чия, семена льна, льняное масло деп жатады ғой, солардың барлығы біздің организмімізге пайдалы. Сіздің жаңғақтың құрамында пайдалы майлар бар. Қызыл балықтың, сары май болғанда бұл қолдың кәдімгі өзіміз табиғи дайындалған қолдың майы. Ал маргарин дегендердің барлығы олар пайдасыз транс жирлар, яғни біздің организмімізде олардың қорытылуы қиын болады. Кокос майы, әртүрлі жалпы пайдалы майды қолданатын болсақ, онда біздің организміміз өте жақсы жұмысын жалғастырады деген сөз. Енді 1 грамм біз майды пайдаланған кезде ол 9 калорияға тең екен. Және біз салмағымызға қарай қанша май пайдалануымыз керек. 1 грамм бұл 1 килограмм. Сіздің салмағыңызға қарай 1 граммды көбейтесіз. Салмағыңыз 60 болса, демек сіз 60 грамм май пайдалануыңыз қажет 1 күндік. Келесі бұл көмірсу. Көмірсу дегеніміз бұл негізі майға қарағанда, жаңағы ақуызға қарағанда біздің организмімізде көмірсу аз болады. Сол себепті біздің өлшемімізде жаңағы граммымызда майға қарағанда, неге қарағанда көптеу болады. Ақуызға қарағанда көмірсудың көлемі көптеу болады. Жалпы бұл көмірсуда біздің тағамдық рационымыздың ең басты негізгі бөлшегі болып табылады. Және бұл жетіспеген кезде, біздің организмімізге көмірсу жетіспеген кезде бізде ашуланшақтық, стресс, көбінесе жан-жағымызға бір ашуланып, бір көңіл күйіміздің төмен түсіп жүруіне септігін тигізеді. Егер сіздің организміңізге жеткілікті түрде жаңағы көмірсу жетпейтін болса. Егер жаңағы көмірсу
организмде артық болып кететін болса, онда біздің жүйке жүйемізге де септігін тигізеді. Көмірсу тәтті заттардың құрамында болғандықтан қазір толыққанды айтатын боламын, қандай тағамдарда кездесетін. Өздеріңіз білесіздер, тәтті жеп біздің теріміздің несі бұзылып жатады, тоже бұда да көмірсуда да безеулер пайда болады. Және гормондарымыз бұзылады екен. Егер көмірсуды көп пайдаланатын болсақ, көмірсуды тағамдарды көп пайдаланатын болсақ, және артық салмақ көп қосылып алады екен. Яғни көмірсуды пайдаланып артығымен тұтынатын болсақ, бұл майға айналады. Май біздің белгілі артық салмақ. Көмірсу қандай тағамдардың құрамында кездесетіндігін толыққанды түсіндіріп өтейін. Көмірсудың өзі пайдалы және пайдасыз болып бөлінеді. Пайдалы бұл біздің жеміс жидектер, жаңағы кепкен жемістер, соның барлығында көк шөптердің құрамында да көмірсулар болады. Ал пайдасыз біздің қазіргі магазиндегі газдалған сусындардың құрамында өте көп мөлшерде көмірсулар болады. Нан өнімдерінде, оның ішіне выпечка деп айтады ғой, тәтті нан өнімдерінде, қантта және ақ күріште. Көбінесе сіз диета көп ұстайтын ханымдар болса, олар біліп жатады, ақ күріштің, аппақ күрішті көп тұтынбау керектігін ескеріп жатады, кейбір диетологтар. Яғни бұның құрамында көмірсу көп болады екен. Яғни сіз көмірсуды көп тұтынып қоятын болсаңыз, артық салмақ қосып аласыз деген сөз. Енді қандай тағамдардың құрамында кездесетіндігін айта өтейік. Бұл екі топқа бөліп қарастыруға болады: қарапайым және күрделі. Қарапайым деп отырғанымыз біздің жеміс жидектердің құрамында көп мөлшерде көмірсулар болады. Табиғи балдың құрамында, шоколадтың құрамында, жаңа тәтті қолдан пісірген выпечкалар, тәтті торттар болсын, және кепкен жемістердің құрамында көп мөлшерде көмірсулар болады. Және күрделі. Бұл дақылдар десе де болады. Овсянканың, күріштің, булгур, гречка сияқты өнімдердің құрамында күрделі көмірсулар бар. Енді 1 грамм көмірсуда 4 калория болады. Және салмағыңызға қарай 1 килограммға сіз 4 немесе 3 грамм көмірсу пайдалануыңыз керек. Егер сіздің белсенділік коэффициентіңіз, яғни активный қозғалыста болатын болсаңыз, сонда сіз салмағыңызды 4-ке көбейтесіз. Яғни 60 болса, 60-ты 4-ке, сіздің салмағыңыз 60, оны 4-ке көбейтесіз, сол кезде сіздің бір күндік көмірсу тұтыну мөлшеріңіз шығады. Егер сіздің мақсатыңыз артық салмақтан арылу болатын болса, онда оны 3-ке көбейтіңіз. Салмағыңызды 3-ке көбейтсеңіз, сіздің бір күндік көмірсу мөлшеріңіз шығады. Қаншалықты неде пайдаланатындығыңыз. Енді сіздерге алдындағы мысалда да Айнұрды мысалға алдым. Осы жолы да Айнұрды мысалға ала отырып түсіндіре кетейін. Айнұрдың салмағы 65 келі деп айттық. Енді Айнұр бір күнде қанша ақуыз, қанша май, қанша көмірсу пайдалану керектігін, және осы ақуыз, май, көмірсуға қарай қанша калория тұтынатындығын да көрсетемін. Сіздерге алдыңғы видеода айта кеттім, калория есептеудің жолдары өте көп. Әрқайсы әртүрлі болуы мүмкін, бірақ сіздерге маңызды калория есептеуді алдыңғы неде көрсете кеттім. Бірақ ақуыз, май, көмірсуды есептей отырып, біз калория мөлшерінде есептеуге болады екен. Бұл бір екінші жолым деп қарастырсаңыздар болады. Өздеріңізге қай вариант ыңғайлы, соны таңдауға болады. Енді ақуыз, Айнұрдың салмағы 65 келі. Яғни Айнұр бір күнде 65 грамм ақуыз пайдалану керек. Яғни 65-ті бірге көбейтесіз, 65 грамм оның бір күндік ақуыз мөлшері. Енді мұндағы 4 деп отырғанымыз, біз жаңа видеода айта кеттік, басында 1 грамм ақуыз 4 калорияға тең. Енді 4 калорияға 65 грамм ақуызды 4-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде 260 калория жұмсалау керек екен. Яғни бір күнде сіз ақуызды осындай өзіңіздің салмағыңызға қарай ақуыз тұтынған кезде сіз 260 калория тұтынуыңыз қажет болады. Майда да солай. Біз майды да айттық. 1 грамм салмаққа, 1 килограмм салмаққа 1 грамм май пайдаланамыз, есептейміз дедік. Айнұрдың салмағы 65,
65-ті 1-ге көбейтеміз. 65 грамм айнұр бір күнде пайдалану керек. Және айттық, бізде май ақуызға және жаңағы көмірсуға қарағанда көбірек калория болады. Яғни ол 9-ға көбейтеді. 65 грамм бізде май шықты, айнұрдың бір күндік тұтыну мөлшері. Енді 65-ті 9-ға көбейтесіз. Сол кезде 585 калория. Яғни айнұрдың май мөлшерін есептеген кезде 585 калория бір күнде шығады екен, тек майда бұл. Енді көмірсуда біз айттық, жаңа айнұрдың мақсаты артық салмақтан арылу, яғни оның белсенділігі төмен, яғни үйде отырып жұмыс жасайтын болғандықтан біз оны 3-ке көбейттік. 65-ті 3-ке көбейтеміз. 260 грамм. 260 грамм айнұр бір күнде пайдалану керек. Көмірсу мөлшері. Енді бұны біз 1 грамм көмірсу кеткен кезде 4 калория жұмсалады деп оны да айта кеттік. Енді 260-ті 4-ке көбейткен кезде 780 калория. Енді осы көрсеткіштердің барлығын көбейткен кезде бізде 1605 калория бір күндік тұтыну. Бұл КБЖУ, яғни ақуыз майлар көмірсуға қарай есептелген калория мөлшері. Осылай әркім өзінің салмағына қарай бір күнде қанша ақуыз, бір күнде қанша май, қанша көмірсу керектігін есептеп алыңыздар. Және айтылған тағамдардың несіне қарай келесі видеода сіздерге осы ақуыз майлар көмірсуларды және калорияны меню түзу, өзіңіздің есептеген калорияңызға қарай қалай меню түзу керектігін көрсететін боламын. Бүгінге қош сау болыңыздар.